Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Подписация батырмасын басып, видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Дүниеге келген әрбір перзент өзімен бірге қаншама қуанышқа келеді десеңізші. Міне, босағамыздан Марат аттағалы ақ түйенің қарны жарылды. Демекші, үй ішіміз қуаныш шаттықтан бір елі босап жүрген жоқ. Мараттың мамасы мен осы жолдар иесіне ақ тілеу жақсы ниет айтып келген дос-жаралар ағыны бір апта бойына созылған еді. Барлығының аузында жарқын сөздер. Адам не үшқыр ойы, не ұрпағы арқылы мұра қалдырады. Егініңді егетін Марат келіпті дүниеге, енді сенің не арманың бар деп мені көтермелесе, Мараттың мамасында қошаметтеп қояды. Осындай ағыл-тегіл болған үлкен жиыннан бүгін ғана арылып, кең тыныс алғандай жағдайымыз бар еді. Күн жексенбі болатын. Ал қаншайым мен мына дүниеліктерді жинайын да моншаға түсіп келе қояйын. Ашылып шашылмай жинақы отыр. Терің қатып қалып жүрер деп жасы үлкен кісілерден естіген сөздерімді де қоса тапсырып жатырмын. Әлгі төлегеннің әйелін көрмейсің бе? Босанғаннан кейін ақ салақ жүремін деп белін суықтатып, әлі күнге дейін шайырланып жүрген. Тамақты тоя ішіп, дені суыққа алдырмасаң болғаны, 2-3 күнде ақ көтеріліп кетесің. Қалай дегенмен бұрынғыдай емес, барлық жақсы сөздерімді айтып бәйек болып жүрмін. Себебі ол Мараттың мамасы ғой. Үй ішін жинастырып болып, тысқа шыға бергенім сол еді. Табан астынан телефон дауысы баж ете қалды. Алло? Қауымбаевтың пәтері ме? Иә. Әй, шорт, Жандарбекпісің, танымайсың ау? Шамалы шырамытып тұрмын. Шырамытып дейсің бе? Ей, тойынған екенсің. Мына сөз жүрегіме таспен атқандай қатты қадалды. Дені сау адамның қолданатын сөз емес қой дегенмен сыпайылап бақтым. Апырау, 100-100 кездессек, сөз басқа еді, телефон арқылы танымады да жазалануыңыз дейді. Әй, шиқаны шыққан қызыл сөздеріңді таста, соншама тілмарлықты үйреніпсің ғой өзің. Мен одабаймын, танымасаң ал. Әні деп айтқан сөздерін шеге қаққандай етіп нығыздап қойды. Одабай аға екенсіз ғой. Жағдайыңыз жақсы ма? Жағдайды қайтесің? Оны барғаннан кейін көре жатарсың. Ана інішектің бауы берік болсын деп айтайық деп едік. Сәндерің бар ма, қалай? О не дегеніңіз, әрқашанда дастарханымыз даяр емес пе? Я, жеңгейдің іні қарындастардың хал-күйлері жақсы болар. Батырау, сонша неғып еметайың езіле қалды? Айттым ғой, жеңгеңді де іні қарындастарыңды да мені де барғаннан кейін көресің деп. Құр сөзбен майдалағанша жақсылап тұрып даярлана бер, 20 минуттан соң дікете қаламыз. Жарайды, біз даярмыз дегенше болған жоқ, телефон трубкасы пип-пип безектей жөнелді. Одабай ағамыздың әлгіндей сөздері көңілімізге кірбен кілегейін үйірсе де, қаншайым екеуміз дайындық жұмыстарына кірісе бастадық. Тойған екенсің әй деген сөздері ішімді жалап барады. Дәл осы сөзді айтатын ыңғайы жоқ еді. Біздің студент кезімізде 2 рет 20 сомнан ақша салғаны бар болатын. Әлде сонысын пұлданып тұрғаны ма? Жә, адамның ойына әртүрлі пікірлер келе береді екен ау. Шамалы қызығулық пен інішегім деп айтқан ағалық назы болар. Қызған адамның аузына не кіріп, не түспейді дейсің? Соны да ауыр алуға бола ма, тәйірі? Қаншайым, ақаңнан қанша бар еді? 1,5 бөтелге ғана бар шығар. Барлығы бітіп қалды емес пе? Өзіңе де обал жоқ. Үйге келгендердің аузынан құйып, ләйлетіп шығармасаң көңілің тыншымайды ғой сенің. Ертеңіңді бір ойласаң нетті? Ой, қаншайым-ай, бәрі де Мараттың қуанышы ғой, әйтпесе соншама шашыла беру маған да оңай тиеді деймісің? Деп қаншайымның тершіген маңдайынан иіскей беріп едім. Жә, келгірсін бе, әрі жүр, сол қалған арақ та жетеді. Ертең нансыз отыратын жағдайым жоқ деп бет бақтырмастыққа басты. Қанышжан-ау, олар бізге ағайын ғой. Жаңағы айтқан сөздерінде естідің. Келген кездерінде асып төгіліп жатпаса, өсе қып кетеді.
бір-екі бөтелке арақ үшін қалтырап отыр деген сөзге қалу саған да маған да лайықсыз ғой. бір есебін табалық. Қызықсың, Жандарбек. Жағдайдың бәрін көріп біліп отырып, жөні жоқ әкіреңдеп кетесің. Барды жоқты білмейді, бал тілейді тамағым дегеннің кері ғой мұның. Бар боп тұрып таршылық етсем сонда айт, қолыңда бір тиын ақша жоқ боп тұрып, анан алайық, мұнан алайық дейтін не осы сенің? Ептеп қысылып жатқанымыз рас, Қаншайым. Осы күн біздің басымызға қаншалықты орнап қалар дейсің? Ана-мынау деп саудаласып жатуға уақыттар. Ана магазинде істейтін подругаңнан 2 бөтелке арақ сұрап әкеле ғой. Мен жақсылап тұрып күріш баса берейін. Айлыққа ұшақ күн қалды ғой, оған дейін әжетке жарай тұрар. Иә, сенің ондайың бар. Әйтеуір айтқаныңды істесің деп Қаншайым теріс қарады. Онысы көнгендігі, келіскендігі арақ алу әрекетінің біздің үйге ұрыс жанжалмен келетіні ежелгі әдет. Арақ келсе үйімізге оқ жылан кіріп кеткендей тыжырынып қалуда Қаншайымның ежелгі әуені. Зәрі болмаса да қабақ шытып, бір бұртиып алмаса көңілі тыншымайды. Зәді арақтан кейінгі лаңнан қашады ғой деймін. Сонымен Қаншайым араққа кетті. Палаудың сәбізін, пиязын, етін турап болып, енді ғана қоңырсытып жатқанымда сап етіп, Одекеңдерді жетіп келді. Фатима жеңгей маған әзілдеп, басыңа ақ жаулы орап алсаң, құп келісіп қалады екенсің деп жатыр. Байқаймын, қазан аяқпен араласып жүргенімді ерсі көрген сияқты. Кезінде білгеніміз ғой, болмаса Жандарбек секілді қаладағы біреудің етегінен ұстап, 2 қолымызды жылы суға малып отырар едік. Қарашы, отпен кіріп күлмен шығып жүрген. Жеңгей-ай, осылайша күнелтпесек келініңіз ас беруші ме еді? Ерке ғой деп жатырмын мәзілдеп. Әрине, бір-бір шолжаңды асырап отырсыңдар ғой. Мына біз сияқтылар болмаса деп сөзінің бір ұшын Одекең ағайға да тигізіп қойды. Екеуің кездессеңдер осылайша іліне түсесіңдер не? Балтай шалтайды қойып, мына інішектің көрімдігін шығар деп Одабай бәйбішесіне бұрылды. Сосын маған қарап, Қаншайым бір жаққа кеткен бе деп сұрады. Келіңіз, көршіге кетіп еді. Қазір келіп қалады. Кәне, шешініп жіберіңіздер. Әй, сен екеуің неғып тұрсыңдар? Төрлетпей деп ағайдың балаларының қолынан алдым. Кеше ғана мұрындарының қаспағын тазалай алмаушы еді, қара бұлардың жігіт болып қалуын. Аяқтарыңды шешіп, ішке кіріңдер. Ойбай-ау, тағы да сонысы бар екен ғой. Әй, Одабай, етігіңнің шаңын бұрылтатпай шешіп шық. Түге келін келіп басымызға аңғыр таяқ ойнатып жүрер. Жа, таза шаң ғой, еш нәрсе етпейді, деп Одекең ағайымыз жаңа ғана айдай ғып жуып қойған еденді батида із қалдырып түпкі үйге тартты. Еш нәрсе етпейді, оқасы жоқ деп жатырмын. Мен жеңгейдің аяқ киімін шешпеуін өтініп, болар іс болды. Керзе етіктің шаңның өзі-ақ шешініп кірісетін жұмыс тілейтіндігіне көзім жетіп тұр. Інішек маладес, тұрмысын түзеп алыпты, құтты болсын. Гарнитур алғандарыңды естігенбіз. Біз құсап тапқан таяғандарыңды құлқынға сала береді ғой дейсің бе бұлар? Деп жеңгеміз ағайға тағы да шаптыға сөйледі. Мен саған сөзді қой демедім бе? Шығар одан да інішектің көрімдігін. Жеңгеміз сумкамның ішінен 3 көк мойынды суырып алды. Інішек үшін әдейі Ташкенттен алдырған едім. Кәне, бірінің аузын ашып жібер. Одеке-ау, дастархан даяр болсын да, мен қазір 5-ақ минуттың ішінде жасап жіберейін. Жаман үйдің қонағы билейді, болмасын інішек үшін ізін суытпай біреуін тастап жіберейік. Бұл біздің өзіміздің үй ғой, арнайы жасақталудың қажеті жоқ. Қалғанын дастарханмен ішеміз. Көк мойынның басы мен көмегімді күтпей-ақ Одекеңнің толпақтай жұдырығын ұшып түсті. Көпіршіген ақ көбік аспанға шапшыды. Стакандарды келтір. Айналайын, інішектің өмір жасы ұзақ болып, тек құрбысының алдын бермесін. Қаншама ыңғайсыз болғанмен, бір стақан шампанды тартып алуға тура келді. Ағайымыздың маңдайынан ыстық тер бұрқ ете қалды. Түү, сусын сырап қалыппын ғой, деді де төсекке гүрс етіп жантая кетті. Ал енді дастархан қамына кірісе беріңдер. Менің денемді өткір бір нәрсе осып өткендей болды. Ағайымыздың керзі етігінің айшық тағасы қисая бергенінде
төсектің ернеуін сирылдата сызып түсті. Бұдан бір-ақ ай бұрын несиеге алынған дүниеліктер еді. Бетінің тілініп түскені ішімді өсіпкендей ашытты. Мейлі, енді болар іс болып бояусың да. Тек Қаншайымның көзі түспесін. Жап-жылтыр гарнитур бетінің қадырға осылып түскенін көрсе, тұп-тура жылаудан да тайынбас сол сабазың. Ағайымыз бұрыннан да сылқита тойып алса керек, төсекке бас тие беріп-ақ қорылға басты. Ал мен тамақ жағдығына қайта кірісіп жатқанымда Қаншайым келді. Үйдің ішіндегі айғыз-айғыз табан ізін, босаған бөтелге мыжырайған төсек орындары көрінді. Жүзін қанша жылытуға әрекеттенгенімен ар жағында реніш байқалып тұр. Алайда ешқандай сыр білдірмеуіміз керек. Қаншайым, ағайлар шаршап келіпті, тезірек қимылдап жіберейік. Дел жалпаңдап жатырмын. Бар ойым қонақтарымыз кетер-кеткенше ренішімізді білдірмеу. Ішкі үйге барда жеңгенің қолын алып балаларының бетінен сүй. Сөзімді аяқтап болмай, ішкі үйдегі екі баланың жанжалдасқан дауыстары шығып қалды. Мынау менің гүлдерімнің барлығын тартып алды, жапырақтарын да бермейді деп жыламсырап тұр әлгінің кішісі. Мәз саған керек болса, жаңа ғана жайнап тұрған фиалка гүлінен ешқандай ұсқын қалмапты. Жүнін жұлған тауықтай әлем-жәлем. Үйдегі гүлді жұлуға бола ма екен? Мен емес мынау. Ей өтірікші, сен ғой алдымен алған деп екеуі бірін-бірі жұлқысады. Бұл жүгермектер ме? Бұл жүгермектерге тас-ташақ келмейді деп жеңгеміз екі баласын томпылдатып ұра жөнелді. Азынған дауыстан үйдің іші ұлып кетті. Қойыңыз жеңге, бала ғой, не білет дейсің деп амалсыздан араға түстім. Ой, бала болмай пәле басқыр, қыршындар өршең. Бір үйге барса өстіп білдірмесе отыра алмайды бұл көктей сорғылар деп тағы да тұра ұмтылды. Қаншайым екеуміз екі жақтап жүріп үйдегі жанжалды әзер бастық. Гүлге салауат, бәрінен де айқай-шу мен шаң-шұң өтіп барды. Көршілеріміз де есіктерін ашып, үріккендей шошына қарасады. Жанжал болса, қызықтап қарап тұрудан тайынбайтын сияқты. Екі баланы басқа бөлмеге тығып қойғаннан кейін барып жеңгеміздің желігі басылғандай болды. Тіпті осылармен ақ шашым ағаратын болды деп те тынши алмай анда-санда еліріп қойып отырды. Шай даярланып, дастархан келді. Әлгінде болып өткен шайқастан бейхабар жатқан ағайымызды ояттық. Екі көзі білеудей боп ісіп кетіпті. Қанталағандай қып-қызыл болып тұр. Келін шырағым, кішкенелеріңнің бауы берік болсын деп шайға отырды. Ақмағамбет екі айналып шыққанша дастархан үстінде тып-тыныш үнсіздік басты. Бөліп берер еш нәрсеміз болмаса да, адам болғандарыңа үйде отырып қуанып жатырмыз. Сендерді жақсы десе, біздің төбеміз көтеріліп қалады. Дендерің сау, балаларың бақытты болсын. Ал мынаны ақтай алып тасалық. Үшінші бөтелге босауға таяғанда дастархан басы дабырласып қалған еді. Сөзді жеңгеміз бастады. Келмей жатып есімізді шығарды-ау деп сөкпеңдер айналайындар. Келсек Мараттың қуанышы үшін келдік. Әрине жеңге, қуаныш үстіне келгенге не жетсін. Көңілдеріңе келсе де айтайын. Мына ағаң екеуміздің қалап келіп отырған бір затымыз бар. Оны неге сұрамайсыңдар? Айтыңыз деп қиығымызды Қаншайымға салып қойдым. Айтсақ тентек шоқап жинайды дегенде өңшең ағашты қайтесіңдер саудыратып. Мына гарнитур дедіңдер ме? Соның жартысын қалап келіп отырмыз. Жартысы қалай деп аңырап қалдым. Бір басқа бір көз демекші, сендерге де бір төсегі де жетпей ме? Бір төсек, бір шифонерін берсеңдер болғаны. Қаншайым екеуміз бір-бірімізге қарастық. Келіншегімнен мақұл көрген рең таңып отырған жоқ. Шынында да ыңғайсыз нәрсе ғой бұл дүниелікті бөлек салақ ұстамайтынын, барлығының бірі болатындығын түсіндіре бастап едім. Ағайымыз тұрып, жә, көмейің белгілі болды. Біз сенің бірдеңкеңді алып жарымай келіп отырған жоқ. Жеңгеңнің жай сандалған сөзі ғой деп зекіп қалды. Я, жай ғана қайтер екен деп айтқаным ғой, болмаса Құдай біреуге күнімді қарата қоймасын деп жеңгеміз шықты. Қараптан қарап отырып ыңғайсыз жағдайға Қаншайым екеуміз қалдық. Ал ыстық шайдан алыңыздар, қазір тамақта даяр болып қалады. Ас суларыңа рахмет, енді жүрелік, біз келгелі де біраз уақыт болды де.
деп ағайымыз жинала бастады. Одеке-ау, даяр асты аттап кеткеніңіз бе? Тамақ жеп, шай ішіп, жайланып жүрмейсіздер ме? Көрер сиырымызды көрдік қой, енді жүруіміз керек. Әй қатын, неғып былшиып отырсың, жинал түге. Әлгі балалар қайда? Ана бөлмеде қамаулы жатыр. Қамалған нес? Қайдан білейін, шырылдатып сол үйге апарып тастап еді ғой бағана. Сол-ақ екен. Арғы бөлмеден кіші баласы жүгіріп келіп, папа, мына үйдің барлық ағаштары айна болады екен. Кенжебек оларды сызды деп қос танауы пыш-пыш етіп тұр. Мына бетімен кеткендер тағы бірдеңені білдірмесе игі еді деп арғы үйге кіріп барсам, Кенжебегі тұрып, мынау менің айнам, мынау Жексеннің айнасы деп шифонердің бетіне сызғылап отыр. Ай, дүниеліктерің бәрін құртып болдыңдар ғой деп қолыңдағы шегені жұлып алып едім. Кенжебегінің мөліңкіреп қоя бергені. Осы үйге келгелі бір жылаудан ақ көздерің ашылмады-ау. Нелерің бар еді шиқаны шыққан дүниеліктерінде. Обалым-ай, шық бері, үйге қайтамыз. Ой, желкең үзгір түйнек деп жеңгеміз Кенжебекті дырылдата сүйрей жөнелді. Тысқа шықсам Одекең де жүруге даярланып қалыпты.